2019 жылы 22 ақпанда жапондық Hayabusa 2 зонды Ryugu астероидының алғашқы топырақ үлгісін сәтті алды. Зонд астероид бетіндегі L08E1 аймағына 1 метрге дейін жақындап, 5 граммдық тантал оқты атып жіберді. Жоғары ұшқан шаң мен ұсақ кесектерді үлгі жинағышқа салып алған соң, зонд дереу 20 километрлік жұмыс орбитасына қайта көтерілді. Жапон әуе ғарыш агенттігі операция барысында борттық камера түсірген видеоны жариялады. Видео 5 есе тездетілген. Зонд бұған дейін Ryugu бетіне Minerva 2-1 атты екі кішкентай модуль мен маскот аппараттарын тастаған болатын. Бұл аппараттар туралы толығырақ біздің арнадағы бейнероликтерден біле аласыздар. Биыл астероид бетіне Minerva 2 атты тағы бір аппарат тасталуы тиіс. Hayabusa 2 Ryugu астероидының массасы 450 миллион тонна, ал ондағы еркін түсу үдеуінің жердегіден 800 мың есе аз екенін анықтады. Экваторлық радиусы 502 метр дененің орташа тығыздығы 1,12 грамм бөлінген сантиметр куб екен. Демек, көміртекті хондрид пен аз ғана мұздан тұратын астероидтың іші жартылай қуыс болуы мүмкін. 4 сәуірде Hayabusa 2 астероидқа 2,5 килограмм мұз снаряд пен 4,5 килограмм жарылғыш заттан тұратын SCI пенетраторын лақтырады. Зонд пайда болған жасанды соққы кратерін алыстан зерттеумен қатар, одан тағы бір топырақ үлгісін алады деп жоспарланған. Hayabusa 2 желтоқсанда ионды қозғалтқыштар көмегімен қайтадан жерге бағыт алады да, 2020 жылы желтоқсанда үлгілер салынған капсуланы жерге тастайды.